Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тепкі салуға болатын Ямахаларға тепкі салуды көрсететін боламын. Ең алдымен осы статорын шешіп аламыз. Статордағы бұл борт 12 плюс болғандықтан ең алдымен бұны ағытып алайық. Не болмаса аккумулятор жақтан ағытып тастауға да болады. Сонымен ең алдымен осы статорды шешіп алуымыз керек. Бұл қақпақтың бер жағында боковой қақпақты басып тұрады. Енді бұл боковойды алған кезде шешіп, әрине прокладканы байқағандарыңызда дұрыс. Өйткені барлық жерде прокладкалар табыла бермейді. Одан кейін бұларды ашқанда, бұның осы боковойда майдың фильтрі болады. Осы фильтрді да міндетті түрде тазалап беріңіздер. Өйткені үнемі ашып бұл фильтрді тазалай алмаймыз. Ал әзіргі Қытай скилерде бөлек сыртқы корпусқа қойып кеткен бұны. Енді бұл болтты шешкенде де осы төртінен бірдей шешіп отырғандарыңыз дұрыс. Алғанда да, салғанда да, енді шадырланып кетсе, сынып кету жағдайда кезігіп жатыр. Сол үшін төртінен бірдей алып жүргендеріңіз өте дұрыс. Міне бұл перодамыз. Алдыңғы видеода осы пероданы қалай айырбастау туралы көрсеткенбіз. Енді бұл оригинал мотоциклдерде өте ыңғайлы. Ал қазіргі Қытай скилерде пероданы айырбастау үшін бер жақтағы мотордың ішіне майдайтын құрылғыны шешуге тура келеді. Міне мынау перода тұрған корпусымыз. Осы корпус пен қазанның ортасында мынандай шештеріне шайы болады, шайы. Осыны алып салғанда ұмытып кетпеңіздер, маңызы өте күшті. Міне мынау біздің шештеріне салатын арнайы тастап кеткен орны стопормен бекіп тұрады. Стопорын алып, осыдағы футылканы алып тастаймыз. Мынандай кішкентай футылкасы болады. Содан кейін орнына сала беруімізге болады. Міне мынау тепкінің білігі. Бұндағы мына пружина бетігін дәл осы қуысқа кіргіземіз. Содан кейін барып мына шеттегі үлкен пружинаны созып отырып өз орнына түсірсек болғаны. Ол жаңа тепкі тебілгеннен кейін қайта тепкінің орнына әкелу үшін, яғни тепкіні қайта орнына алып келетін пружина. Өзінің ұясы бар, соған түсірсеңіздер, одан кейін қақпақты жапқанда оны басып ұстап қалып, мүлдем шығармайды. Мынау осы тепкі мен ортадағы үлкен білікті жалғастырып тұрған шестеріне жаңағы
Bunu салардан бұрын бұның алды артында салуға тиісті шайбілері бар. Мынау сальнигі, алдарындағы стопыры, мынау сол шайбы алды артына екі жағына бірдей саламыз. Енді түптегі стопыры өшіп тұр, оны қозғаудың қажеті жоқ. Сондықтан бер жағына бірінші шайымызды саламыз. Мына чеш тырнаның мынандай ойық жағы әрине алдыға қарайды, бер жаққа қарай. Чеш тырнаны салғаннан кейін жаңағы екінші шайбымызды салып, үстінен жаңағы стопырымызды орнатып тастаймыз. Стопырды осылай орнатып болғаннан кейін обязательно оны көруіміз керек, қысып қалмау керек бұны. Бұл еркін айналып тұру керек. Болды, әзір тепкіні салып болды, қайтадан кері жинасақ болғаны. Пероданың сыртқы корпусынан кейін дәл осы шайып салынады. Бұның ролы өте күшті. Бұны мүлдем ұмытып кетпеңіздер. Одан кейін пероданы алдында біз бір-бірден сала салғанбыз. Енді әзір топ күйінде бірден бірақ сала салайық. Өзінің орнымен тұр бұл. Салып болғаннан кейін шайыпсен қаталсақ, бұл жағы негізінен толық бітеді. Болтты толық қатайтып болғаннан кейін мына шайбыңды қайыруды ұмытпаңыздар. Бір болттың босап кетпеуі үшін арнайы қойылған шайбы. Тағы да айта кетейін, осы 4 болтты міндетті түрде бірдей алып жүру керек. Мейлі 4 болттық болсын, 5 болттық болсын, 6 болттық болсын. Өйткені бұларда сынып кету жағдайы кезігіп жатады. Сондықтан осы болттарды бірдей алып жүру керек, міндетті түрде. Бұл пероданың болты. Перода ауыстырған жоқпыз, бұны қозғаудың еш қажеті жоқ бізге. Енді мына сыртқы корпустағы мынандай орны тасталып кетеді, жаңағы тепкі салуға болатын Ямахаларға. Енді бұндай орны тасталып кетпеген мотоциклдерге оған тепкі салам деп әуре болудың ешқандай қажеті жоқ. Алло. Жоқ, біраз тұрады.
Міне мынау сальнигіміз жаңа типкінің білігімен сыртқы корпус ортасында май шығып кетпеу үшін қойылады. Мінекейіңіз братан. Алла берекетін берсін. Ана неге тіршетмен тартып көрсетпедім. Не бар ма? Жұмыстардың бәрін болдық. Енді май ағатын болтымызды бұрап, қатайтып, майын құйсақ қойғаны. Енді май құйған кезде міндетті түрде коробкадағы жазуға қарай кетіңіздер. Кейбір коробкаларда 1 литр деп тұрады. Әсіресе оригинал мотоциклдерде ол міндетті түрде жазылады. Кейбіріне 1-де 100, 300 деп әрқалай моторға байланысты. Енді типімізді көрейік, қаншалық жұмыс жасап тұрғанын.